Амансыздар ма, отандастар? Назарбаевтың 24 жыл қозғалмаған Америка мен бүкіл Европаны шулатқан ең үлкен қылмысын қайта тергеу басталуға жақын. Оның қылмысы Украинадағы жағдайдың барысында қайта көтерілді. Сол кезде Назарбаевтың жіберген ұшағы Баку аэропортында тоқтатылған еді. 1999 жылы наурызда Бакудың әуежайында бір төтенше оқиға болады. Әдеттегі әуежай, ұшып қонып жатқан ұшақтар, сондай бір дәу ұшақ енді көтерілгелі тұрғанда арнаулы жасақ сап етіп жетіп келеді. Сөйтеді, ұшақты ашып тастайды. Алдарынан қанаты қайырылған әскери ұшақтар жақида қалады. Әрине, ұшақтың қанатын бүктеп салмаған, бөлшектеген. 6 ұшақты бөліп дәу ұшаққа тығып жіберген. Бұл қайда баратын ұшақ? Кімнің ұшағы? Тексеріп келіп жібергенде 6 ұшақтың иесі Қазақстан болып шығады. Қызық осы жерден басталады. Ол кезде де қазірде Солтүстік Корея санкция астындағы ел. Халқын тоздырған аздай ядролық қарумен қоқан-лоққы жасай салатын бұл елге әскери ұшақ түгілі тапанша сатуға рұқсат жоқ. Тыйым салынған. Оны әлем біледі. Сөйтіп жүргенде Қазақстан сияқты ұшақты бұлай қойып мопед жасай алмайтын мемлекет жойқын қару, жойғыш ұшағын Солтүстік Кореяға гу еткізіп сатпақ болғаны жұртты таң қалдырады. Содан ұлы айқай аттан басталады. Солтүстік Кореядан сескенетін Оңтүстік Корея мен Жапония Қазақстанға кезек дипломатиялық наразылық жолдайды. Мұхиттың арғы бетінде жатқан ақш ашуланады. Жан қысылғанда Қазақстан үкіметі не істейді? Назарбаев дереу қорғаныс министрі Мұхтар Алтынбаев пен ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасы өзінің айнымас досы Нұртай Әбіқаевты орындарынан жұлып тастайды. Сол кездегі сыртқы істер министрі қазіргі президент Қасым-Жомарт Тоқаев шетелдің алдында жауап береді. Ұшақ сатылған президент те, премьер-министр де білмей қалған бір топ адам ресми контракт жасамастан Солтүстік Кореяға ұшақ жеткізген деп Қасым-Жомарт Кемелұлы бірталай ақталады. Қысқасы, климат кінәлі, сварщик кінәлі деген әңгімеге ұқсайды. Тоқаев онымен қоймай, Солтүстік Кореяға ұшақтарды қайтарып беріңдер дейді. Солтүстік Корея сендерді мүлде танымаймыз деген сыңай танытады. Сол кездегі баспасөздің жазуынша әскери ұшақтар Қазақстаннан Солтүстік Кореяға заңды түрде аттанған. Үкіметтің қаулысы кеден шекараның өрі басылған. Ұшақтың жолын ұлттық қауіпсіздік комитеті қадағалап отырған дейді. Сонымен құр сөз, құрғақ уәдеге батыс көне ме? Қазақстан билігі ұшақ сатқан мынау адам деп Петренко деген біреуді ұстайды да банкідегі есепшотынан 1,8 миллион тауып алады. Міне деп хабардан көрсетті. Баспасөз мәліметінше ұлттық қауіпсіздік комитеті МиГ-21 дейтін 40 ұшақ үшін Солтүстік Корея белгісіз адамдарға 8 миллион доллар төлеген дейтін ақпарат таратқан. Әлдебір Петренко деген біреу ұшақ сатып дегенге сенбеген баспасөз жарайды 1,8 миллион тапқан екенсіңдер, ал қалған 6,2 миллион қайда деген сұрақ қояды және күлкіге айналдырады. Сонда әр ұшақты шамамен 200 миллион бағалаған болып тұр. Былайша айтқанда су тегін. Ескі құсқы жарамсыз ұшақ шығар деген ой келуі мүмкін. Жарамайтын ұшақты кім сатып алады? Оның үстіне Украинадағы соғыста совет ұшақтары әлі күнге пайдаланып жүргенін көрдіңіздер. Петренко жалғыз ұрылады дегенге ешкім сенбейтінін білген соң үкімет бас штабтың бастығы Бақытжан Ертаевтың үстінен қылмыстық іс қозғайды. Оған Ертаев көнбей президентке хат жазады. Ертаевты қолдайтын генералдар үкіметке үндеу жасайды. Соның бірі Айтқали Есенғұлов былай дейді. Это была незаконная сделка. Ну, сонда Ертаев был начальником генерального штаба, и он, оказывается, поставил подпись. А подпись на продажу оружия ставится только первых лиц, то есть министр должен был подписать. В это время был Алтынбаев. Генерал Айтқали Есенғұлов қанша ұшақ қалай сатылды деген мәселеге бас қатырғысы келмегенін, ол жөнінде айтқысы келмейтінін айтты. Мақсатым Ертаевты құтқару болды деп тоқтады. Жергілікті баспасөздің жазуына қарағанда генералдар Ертаевты босатпасаңдар біразбылықтың бетін ашамыз деген көрінеді. Сөйтіп көп ұзамай Ертаев ақталып шығады. Бұл жөнінде Ертаевтың өзімен де сөйлесіп көрдік. Ұшақ сату мәселесін есіне алғысы келмеді. Бірақ бұған дейінгі сұхбаттарының бірінде кінәсіздігін айтқан. Ертаев көп ұзамай ақталып, әскери басшылыққа қайта оралды. Қорғаныс министрі Мұхтар Алтынбаевпен де жұмыс істесті. Назарбаев ауған соғысындағы ерлігін ескеріп, халық қаһарманы дейтін атақ берді. Біраз жыл мәжіліске депутат болып та көрді. Ал енді әлгі Петренко деген кім? Караван газетінің жазуына қарағанда қарапайым кәсіпкер болып жүрген Петренко аяқ астынан президент әкімшілігіне кеңесші болып жұмысқа тұрған. Сол кездегі ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасы Әбіқаевтың орынбасары болған Әлнұр Мұсаев оны Ресейдің агенті деп сипаттайды. Россия задействовала несколько своих источников, агентов и людей, которые ближе к России были. Это был такой близкий друг Назарбаева Нуртай Абыкаев, сотрудник КНБ Владимир Башко и агент ФСБ Александр Петренко. Вот. Эта группа, значит, по указке из Москвы
начал организовывать продажу мигов в Северную Корею. Бұл Әзір Мұсаевтың болжамы ғана. Қазақстан ұшағының Бакуде ұсталғанын Ресейден көретіндер де бар. Өйткені Қазақстан бұрында Ресей арқылы Солтүстік Кореяға біраз зенит қондырғыларын сатқан. Ол үшін бастан ескертуді алған. Ұшақ сатылған жылы мәжіліс депутаты болған Серік Әбдірахмановтың сөзінше, Қазақстан ұшақты өз бетінше сатпақ болған. Оны Ресей біліп қойған. Әрине бұғанда нақты айғақ жоқ, дегенмен Серік Әбдірахмановты тыңдап көрейік. Бізде деген қырғыншы армия бар ғой, Афганистаннан шыққан. Иә. Танкілерде, бүкіл әскери техникада, ұшағы да бар, басқасы да бар. Қазақстанның жерінде мына әскери бөлімшелердің базаларында тұрды ғой. 30 жыл Назарбаевтан саудаға салды ғой. Бәрін сатты ғой бұларға. Масқара, бұл деген енді қылмыстың қылмысы. Бәрі сатылып кетті. Бәрі сатылып кетті, саудаға түсті. Мұның қызығын, бұл қырғыншы армияның қызығын көргендерде сол Қазақстанды басқарған 30 жыл Назарбаевтан айланады. Айта кетейік, бұл 90-шы жылдардың соңы. Халық жаппай саудаға шығып, алағап арқалап жүргенде өкіметте қалыспай, ұшақ сатып осылай дауға қалған. Бастапқыда біраз шу-шырқан болған, кейін су аяғы құрдымға кеткен. Ақша қайда, ұшақ қайда, ешкім білмейді. Назарбаев Мұхтар Алтынбаевты қорғаныс министрі, Нұртай Әбіқаевты қауіпсіздік комитетінің төрағасы етіп кейін қайтадан тағайындады. Яғни бәрін бәз-баяғы орнына қалпына келтірді. Ресеймен соғысып жатқан Украина батыстан әскери ұшақ сұрап отыр. Батыстан қанша көмек алса да, әуедегі күші Ресейден әлдеқайда әлсіз дейді сарапшылар. Рас, әуе қорғанысын нығайтып алды. Қазір Ресей ұшақтары Украинада бұрынғыдай ойнақтап жүре алмайды. Абайлапшы. Қарсы шабуылға шығып жатқан Украинада ұшақ қат. Советтен қалған ескі ұшақтарын пайдаланып отыр. Қалай болғанда жоқтан жақсы, бірақ оны өзі азайып барады. В воздушных силах не скрывают авиационный парк устаревший. В Украине летчики эксплуатируют самолеты, выпущенные в период с 1981 по 1991 год. За последние 30 лет в армию не поступило ни одного нового самолета. Украина авиациясының жағдайы әзірге осылай. Айта кетейік, Украинаның қолында совет әскерінің мыңдаған ұшағы мен ірі әскери бөлімдері қалған. Украина әскері Еуропадағы ең ірі әскердің біріне айналған. Алайда әскери техникасын ұшағымен қосып 90-шы жылдары оңды-солды сатқан деседі. Естігендеріңіздей, елдегі қорғаныста тұрған ұшақтарды Назарбаевтың айналасы тиынға сатып жіберген. Енді бұл іс ары қарай қозғалсын десеңіз, лайк басып, комментарий жазып, резонанс көтеруіміз қажет. Мен не істей аламын деп отыра бермей, видеоны таратып, біздің елде Украинадағы жағдай болмас үшін халықты құлағдар қылуымыз керек. Өкініштісі, бейнеде айтылғандай, бұл туралы қазіргі президент Тоқаевтың өзі де құлағдар екені белгілі болды. Оның қандай сыбайластығы бар екенін зерттеуіміз керек. ақш немесе Европада осындай жағдай болса, кінәлілер ең аз дегенде өмір бақиға кететін еді. Ал Қытайда бұндай қылмыс үшін дарға асу қарастырылған.